Баршаңызға сәлем. Бүгін тефтели пісіретін боламыз. Асқазанға ауыр тимейтін және жасалуы өте оңай тағам болып табылады. Тефтели дайындау үшін тартылған етімізге ұсақталған пиязды, орамжапырақты және де тазаланып жуылған күрішті, сонымен қатар дәміне қарай түрлі дәмдеуіштерді қосамыз. Барлығын қосқаннан кейін жақсылап араластыратын боламыз. Осылай бір үлкен қасықтан алып, дөңгелек формаға келтіреміз. Одан кейін қайнап тұрған суға барлығын бір-бірлеп салып шығатын боламыз. Жақсылап бір қайнауын күтеміз. Қайнағаннан кейін бетіне шыққан көбіктерін алып тастаймыз. Одан кейін туралған картоп, сәбіз және де болгар бұрышын қосып, кішкене дәміне қарай тұз бұрышын қосып, араластырып қайнатып аламыз. Дәмін әрі түсін келтіру үшін бір ас қасық томат пастасын қоссаңыз болады. Мінекей осымен тефтелиларымыз дайын, өте дәмді әрі тез дайындалады. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.